Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді пирожкидің рецептісімен бөлісемін. Алдымен жылы суымызға дрожжымызды салып, және қантымызды саламыз. Және ұнымызды салып, барлығы біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Қаймақ тәріздес болу керек. Содан кейін 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Он 15 минут беті жауып тұрғаннан кейін 2 есе масса болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тұзын салып, араластырамыз, және сұйық май құйып тағы да араластырып аламыз. Ұнымызды бірте-бірте салып, електен өткізіп бірте-бірте саламыз, және жұмсақ қамыр илейміз. Қамырларыңыз қатты болып қалмауы керек. Кішкене қолға жабысатын болады. Қолыңызды сұйық маймен сүртіп жіберіп, осылай бетін жұмсақ қамыр илейміз. Және бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Алдымен көп мөлшердегі майға пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Суымызға картошкамызды пісіріп, осылай езіп аламыз. Тұзымызды салып, пиязды маймен бірге картошканың үстіне саламыз. Және барлығын біркелкі болғанға дейін езгілейміз. Осымен қамырымыз ашып тұрады. Осылай бөліп, домалақ етіп аламыз. Қолымызбен жайып, ортасына картошкамызды салып, видеода көрсетіліп тұрғандай қатты қысамыз. Және екі шетін тартып, ортасын басамыз. Сол кезде пирожкидің әдемі формасы шығады. Қамырымызды қаттылап жұқалаудың керек жоқ. Бұл қамырымыз тағы 10 минуттай тұрып көтеріледі. Сол кезде өте күшті болып көтеріліп піседі. Баяу отта пісіреміз. Қатты отта күйіп кетеді. Сол кезде іші піспей қалады. Сол үшін қатты қоймаймыз отымызды, баяу отта пісіреміз. Осымен пирожкиларымыз дайын. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, подписаться және колокольчик белгісін басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.